Ораза қабыл болсын. Ауызашарға менен тағы бір идея. Міндетті түрде осында сақтап жасап көріңіздер. Менің рецептерім жоғалтып алмас үшін менің парақшама жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар да болады. Алдымен етімізді жұп-жұқа етіп турап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға салып, чесногымызды салып, осылай жай отта бабымен пісіретін боламыз. Етіміз жай пісіп қайнайтын болса, тез жұп-жұмсақ әйбат болып шығады. Және де дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, соевый соусым 2 ас салдым да кішкене астын жайып қойдым. Керек құрамдар міне пияз бен перецтерімді ғана турадым. Описание бөліміне жазып өтемін. Ал гарнирге мен осында пюре жасайын деп шештім. Біздің үйлердің сүйікті асы. Міне соевый соусым құйып, кішкене су құйып астын басып қойдым. Менің сол уақытта тез-тез пюремді жасап алдым. Пюреме осында 2 қасық майды салып, сүт салып, пюремді езіп дайындап алған болатым. Күшті шықты. Менің пюрем міндетті түрде жасап көріңіз. Осылай жұмыртқа кейде қосамын, кейде қоспаймын. Негізі жұмыртқа болмағасын қоспадым. Осылай міне қалған етім пісіп дайын болды дегенде перецтерімді салып араластырып алдым. Кинзаны қостым. Дәмі деген ерекше болып шықты. Уже иісін көрсеңіздер вообще. Пюремді үстіп салдым. Енді әдемілеп кинзамды сепкеннен кейін бір араластырып алдым да бетін жауып, қайтадан уже болды. Дәмін көрдім, күшті болып тұр екен. Ал енді асымыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.